Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта Alibaba сайтына қалай регистрация жасаймыз. Мен сіздерге алдыңғы сабақта осы Alibaba сайты жайлы айтқан болатынмын. Егер түсінбесеңіздер, мен описание бөліміне сол сабақтың сілтемесін тастап кетемін. Сіздер де Alibaba сайтының не екенін біліп, қарап көрсеңіздер болады сол видео арқылы. Енді мен бүгінгі сабақта осы Alibaba сайтын жүктейтін боламын. Ең алдымен менің телефонның маркасы iOS болғандықтан App Store приложениесі арқылы Alibaba сайтын скачать етемін. Енді поиск бөліміне басып, жоғарыға латын әріптерімен Alibaba деп жазамын. Енді мына жерде Alibaba деп тұр, бірінші болып тұрған, соның жанында Jet деген бар. Осына басам. Alibaba сайты телефонға жүктелуде. Енді қысқаша айтып өтейін. Alibaba сайты тек оплатаны Alipay картасы арқылы қабылдайды. Alipay картасының бір ережесі бар. Оған міндетті түрде загранпаспорт болу керек. Alibaba сайты бұл онлайн дүкен. Яғни сіз өздеріңіздің қалаған товарларыңызды осы Alibaba сайты арқылы алсаңыздар болады. Alibaba Қытай сайттарының әлемге танымал бірі деп айтсам да болады. Экранда Alibaba.com деген сайт шықты. Яғни менің телефоныма осы Alibaba сайты жүктелді. Енді осының үстін басам. Басқан кезде осындай окошко ашылады. Разрешить дегенді басам. И астындағы разрешить тағы басам. Еще начать дегенді басам. Дәл осы жерде маған орыс тілдерімен сөздер шықты. Какова ваша основная цель при поиске поставщиков дейді. Для перепродаж, для предоставления обслуживания, для производства, в интересах клиентов, для управления организации, для личного пользования дейді. Енді мен өзімнің мына жерде интерес клиентов дегенді басам. Мына жерде одежду дегенді басам. И выполнить дегенді басам. Тағы да разрешитті басам. Енді мына жерге мой профиль дегенді басам. Басқан кезде мына жерде вводите или зарегистрироваться дейді. Осын басам. Мен өзімнің почтам арқылы кірем. Мына жерде скрыть Gmail дейді. Енді продолжить дейін. Маған өзімнің приложением арқылы, яғни осы Alibaba сайты почтам арқылы автоматты түрде ашылды. Сіздер де дәл мен сияқты осы Alibaba сайтына кіріп көре аласыздар. Сіздер мысалға басқа елден болсаңыздар, мына жоғарыда өздеріңіз мемлекеттеріңіз тұрады. Осыны басу арқылы мына жерде отправка деген бар. Осы жерден өздеріңіздің елдеріңізді таңдайсыздар. Маған автоматты түрде Қазақстан деп шықты. Енді мына жерде язык деген бар. Бұл жерге өздеріңіздің қалаған тілдеріңіз қосаңыздар болады. Қай тіл ыңғайлы? Мысалға ағылшын тілі бар, Қытай тілі бар, түрік тілі бар. Көптеген бірнеше тілдер бар екен. Маған орыс тілі ыңғайлы, сондықтан русский деп бастым. И мына жерде язык валюта деген кірсеңіздер, бізге доллар көбінесе түсінікті болады. Мына елдердің арасынан Қазақстанды таптым. Енді өзімнің елімдегі теңгені таңдаймын. Ок деп басам. Маған қарап тұрсаңыздар теңгенің атауы шықты. Енді изменить пароль дейді. Мына жерге парольдеріңізді өзгертіп қойсаңыздар болады.
немесе уведомление деген бар. Бұл жерде осы Alibaba сайтының уведомлениелері керек болса, мына жерде уведомление деген сөз тұр. Менде выключено деп тұр. Сізде өзгертсеңіздер болады. Мен пока сіздерге түсінікті болу үшін қысқаша айтып өтіп жатырмын. И изменить парольдің астында удалить учетную запись деп тұр. Сіздерде осылай кіріп, немесе бұрыннан бері білсеңіздер де осы Alibaba сайтының қолданасыздар. Маған барлығы ыңғайлы тілде, орыс тілде шықты. Және астындағы оригинал телефон 14 Pro Max дейді. Бір штугы. Так. Бұл жерде 4G, 5G ұстайды екен. Мына жерден толық информация алады екенбіз. Мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Алда уақытта мен сізге каждый детальдарын түсіндіретін боламын. Назарларыңыз үшін рахмет. Менде орыс тілімде акцент бар. Сол акценттің болғанына қарамастан, ұялмай, барынша сіздерге пайдалы ақпаратты видеолармен бөліскім келді. Қолдап кетсеңіздер, алда уақытта көптеген осы Alibaba Қытайдың барлық сайттарымен бөлісетін боламын. Мен өзім сатып алған курсты сіздерге тегін ұсынамын. Егер де тек Alibaba сайты ғана емес, басқа да сайттарды сұрасаңыздар, мен сіздердің сол сұрауларыңыз бойынша арнайы видео түсіретін боламын. Видео пайдалы болса, басқа да таныстарыңызға жіберсеңіздер, қуанышты болар едім. Және әр видеом босқа түсірілмеген. Мен сіздерге барынша пайдалы видео түсіруге тырысамын. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.